жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, республикалық үздік педагог байқауының жеңімпазы болған Гүлнұр Жадыра Құнанбаевнаға сөз берсек. Амансыздар әріптестер, қалғандарыңыз жақсы ма? Сіздер келіңіздер Алматы кезіңіздер жақсы тәлім қалаға белгілі ұстаз болып сіздер осы ұжымға алғашқы жұмыс істеп келген болатынбыз. Сол кезде енді орындалмайды, бірақ бұйырып бүгін қонақ болып келіп отыр екен. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Жалпы ұстаздық қызмет бұл ерекше қызмет, иә. Әр кезде бізге уақыт жетпей жатыр. Кей кезде міне су ішетін уақыт жетпей жатыр. Оны айыппеңіздер, су ішейін деп жатқан жоқпын, бірақ енді су ішейін деп едім, бірақ су қолыма кетіп қалды. Майық па бізде? Майық жоқ па? Менде майық жоқ. Енді сіздерге сұрақ. Бұл суды не үшін алып шықтым? Неге майық сұрадым? Көрсетіңіз. Өзіме назар аударту үшін, ал неге майық сұрадым? Ұстаз өзінің пәніне деген оқушының назарын аударту үшін ең бірінші қадам ұстау. Одан кейін ұстаздың үнемі өзімен бірге несі жүру керек? Мен үшін шын айтайын, бұл сізге несі көрген жоқ. Несі жүру керек бірге ұстаздың? Фишкасы деп дұрыс айта берсін, қысылмай айта берсін. Фишкасы тағы не? Қазіргі заманда не міне бізде құралдары, өзінің білімі құралы үнемі қолға қару болып жүру керек. Екіншіден, майыл сұрадым сіздерден. Оны неге негізі? Неге негізі болады? Мәдениет мектебі тағы қарапайым ойлана, жан-жақты ойлана отырып, осылай көмек қолын созудан қысылмауымыз керек. Үшіншіден, майлық қолында мен өзіме біліп алып келдім. Мен қалай білесіздер? Мен білдім ба сіздерге майлық бар екен? Білген жоқпын ба? Яғни әр жағдайда дайын бола бермейді. Сіз ойлаған дүние сол сәтте дайын бола бермейді. Сіз бір нәрсе ойлап, мен осылай істеймін деген дүние басқалай шығуы мүмкін. Сондықтан өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп Абай атамыз айтпақшы, үнемі өзіміздің қолымызда құралымыз да, технологиямыз да, барлық жағдайымыз